бәріне сәлем. Әр елдің өз арманы бар. Мысалға, Америка арманы деген ол жақсы жұмыста істеп, өзіңнің бір үйіңді, екі машинаңа ие болу, әйелің болу деген сияқты. Жапондарда да олардың арманы бір жақсы жұмыс істеп, елдің алдында сыйлы болу. Ал қазақтың арманы неде? Қазақтың арманы қандай? Менің ойымша қазіргі көп қазақтың ішіндегі орташа бір арман, ол не бір госорганға кіріп, не темшік болып, көп ақша жасап, көтеріп алып, сол жақта өзіне 2 этаж, 3 этаж жиып алып, туысқандарына көмектесу. Және мен бұны дұрыс емес деп ойлаймын. Әр адам өзінің арманына жететін жол сондай болғанда, ол қате зат.